Бүгін біз жарықтың шағылуы туралы зерттейміз. Жарық табиғаттағы маңызды құбылыс. Ол бізге айналаны көруге көмектеседі. Жарық әртүрлі бағытта таралады. Бүгін біз оның шағылуын түсінеміз. Жарық бұл энергияның бір түрі. Ол көзге көрінетін сәуле. Жарық көздерінен таралады. Мысалы, күн негізгі жарық көзі. Жарық бізге заттарды көруге мүмкіндік береді. Жарық затқа түскенде тоқтамайды. Ол кері бағытқа қайталады. Осы құбылыс шағылу деп аталады. Шағылу барлық жерде кезеді. Біз оны күнделікті көреміз. Айна жарықты жақсы шағылдырады. Ол тегіс және жылтыр болады. Жарық айнадан кері қайтады. Сондықтан біз айнадан өз бейнемізді көреміз. Бұл жарықтың шағылуының мысалы. Металл беттерде жылтыр болады. Олар жарықты жақсы қайтарады. Жарық металдан шағылады. Сондықтан металл жарқырап көрінеді. Бұл да шағылудың мысалы. Су беті де жарықты шағылдырады. Тынық суда шағылу анық көрінеді. Суда аспан бейнесі көрінуі мүмкін. Бұл жарықтың шағылуынан болады. Су табиғи шағылдырғыш. Лазер жарықтың жіңішке сәулесі. Оны тәжірибеде қолдануға болады. Лазерді айнаға бағыттаймыз. Сәуле кері шағылады. Бұл шағылуды анық көрсетеді. Күн сәулесі жерге түседі. Ол әртүрлі беттерге тиеді. Содан кейін кері шағылады. Біз оны жарық ретінде көреміз. Бұл табиғи құбылыс. Жарық екі түрлі болады. Бірі түскен сәуле. Екіншісі шағылған сәуле. Олар әртүрлі бағытта қозғалады. Бұл құбылысты бақылауға болады. Айна арқылы тәжірибе жасауға болады. Жарықты айнаға бағыттаймыз. Сәуле кері қайтады. Бағыты өзгереді. Бұл шағылуды дәлелдейді. Жарық белгілі бұрышпен түседі. Ол дәл сондай бұрышпен шағылады. Бұл заңдылық. Оны шағылу заңы дейді. Бұл ғылымда маңызды. Дөңес беттер жарықты шашыратады. Сәулелер әр жаққа таралады. Бұл тегіс беттен өзгеше. Сфералық бет ерекше әсер береді. Бұл да шағылу түрі. Су толқынды болса, шағылу өзгереді. Бейне анық көрінбеуі мүмкін. Себебі бет тегіс емес. Жарық әртүрлі бағытта таралады. Бұл табиғи құбылыс. Қараңғыда жарық болмайды. Жарық болмаса, шағылу болмайды. Себебі шағылу үшін жарық керек. Жарық көзі маңызды. Бұл тәжірибе арқылы дәлелденеді. Әртүрлі заттар жарықты әртүрлі шағылдырады. Кейбірі жақсы шағылдырады. Кейбірі аз шағылдырады. Бұл олардың бетіне байланысты. Тегіс бет жақсы шағылдырады. Ғалымдар арнайы құралдар қолданады. Олар жарықты зерттейді. Айна мен линза пайдаланылады. Бұл тәжірибелер маңызды. Олар ғылымды дамытады. Жарық әдемі көріністер жасайды. Су бетінде жарқырау пайда болады. Бұл шағылудың нәтижесі. Жарық түрлі түстер береді. Бұл табиғаттың сұлулығы. Айна сәуле бағытын өзгертеді. Жарық басқа жаққа бұрылады. Бұл өте пайдалы. Мысалы, техникада қолданылады. Бұл шағылудың қасиеті. Шағылу өмірде жиі қолданылады. Көліктерде жарық шағылады. Жол белгілері көрінеді. Бұл қауіпсіздік үшін маңызды. Шағылу бізге көмектеседі. Жарықтың шағылуы маңызды құбылыс. Ол бізге көп нәрсе үйретеді. Біз оны күнде көреміз. Шағылуды түсіну маңызды. Бүгін біз оны үйрендік. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.